Бәріңе сәлем, мен Рысбекова Гүлназ, 13 жастамын. Қызылорда қаласы Баймұрат Батыр ауылынан келдім. Арманын арқалаған ауылдың қызы Қазақстан дауысы балалар жобасының үлкен сахнасына қадам басты. Осы уақытқа дейін біздің ауылымыздан атақты адамдар шыққан емес, мен Баймұрат Батыр ауылынан шыққан алғашқы әнші болып, өзімнің ауылымның атын танымал қылғым келеді. Ауылдағы адамдар Думанның әнші қызы деп танып жатады. Сондай сәттерде мен өзім қуанамын. Қазақстан дауысына қатысып жатқан Гүлназ Думан қызына сәттілік тілеймін. Ауылымыздың мақтанышы жобаға қатысып жатыр екен, жеңіс тілейміз. Баймұрат ауылының қызына сәттілік тілеймін. Вокалдан арнайы сабақ алмаймын. Өзімнің туған әжемден айтқан, әкем, анамдан айтады. Яғни тұқымнан дарыған деп айтсам да болады. Мектепте, мысалы, мәдениет үйінде көптеген іс-шараларда ән айтып жүрмін. Бұл менің тәжірибемнің артуына көмек береді. 5 жасымнан бастап көптеген қалаларға барып, әртүрлі конкурстарға қатысып, бас жүлде иегері атандым. Соның бәрі өзімнің ұстазымның арқасында деп ойлаймын. Яғни менің әкемнің туған қарындасы. Қазір де қолдап келдім. Ол үлкен сахнаға, үлкен додаға қатысқалы тұр. Тіптен Гүлназ емес, менің өзім қобалжып тұрмын. Не болды? Гүлназ, сәлем, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, жағдайым жақсы. Қандай ән орындайын деп жатырсың? Мен Жайлаукөл кештері атты әнді орындаймын, және де бұны өзімнің ауылыма және де басқа да ауылдарға арнаймын. 4 тәлімгерде саған бұрылса, Мен Толқын апайды таңдайтын едім. Ал не себепті? Себебі Толқын апайдың дауысы маған өте қатты ұнайды. Толқын апайымыз Қазақстанға ғана емес, сонымен қатар басқа да елдерге танымал. Ендеше Толқын апамыздың жолы саған бұйырсын. Осы сахнада өзіңді жарқыратып көрсет, саған сәттілік. Ал құшақтап қояйын. Жүре ғой, сахна міне мына жақта. Сәттілік. Мен бұл жобаға қатысу арқылы өзімнің ауылымды бүкіл Қазақстанға таныттым. Бұл менің жарты арманымның орындалғаны деп есептеймін. Ендігі арманым тәлімгерлерді өзіне қаратып, ауылымның мерейін одан әрі асыру. Ал біздің Гүлназ сахнаға шығып келеді. Қолдаушылары дайынбыз ба? Дайынбыз. батса қарнасы кетуші қалқада сырласы ұмытсам сол күнде кеш мені есте ғой дариға Жайлаукөл кештері есте ғой дариға Жайлаукөл кештері көп жұлдыздар жанғанда қол созып көктегі арманға жүрген кез жүректен өшпеді жақседі дариға Жайлаукөл кештері жүрген кез жүректен өшпеді жақседі дариға Жайлаукөл кештері жақседі дариға Жобада. Жарайсың. Hoş geldin. Ой, жаным. Сәлематсыз. Атыңыз кім? Қай жақтан келдіңіз? Менің аты жөнім Рысбекова Гүлназ, Қызылорда қаласы Баймұрат Батыр ауылынан келдім. Жасым 13-те. Әлем не үшін бұрылғанын білмеймін.
Бірақ мен осы әндерді естігенде менің бала кезім есіме түседі. Есте ғой дариға, жайлау гүл шештері деген әнді естіген кезде бауырың етің езіліп, сондай бір әсер ететін әнді. Бір рет айтуға бола ма? Көрейікші, маған қатты әсер еткен жерін айтамын. Бір ғана шумақ. Айтуып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға, жүргенде жүректен өшпеді, жақсы еді дариға, жайлау гүл кештері. Рахмет. Жақсы еді-ау дариға. Міне, осылай. Деген жері да? Деген жері. Керемет. Назға рахмет. Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған өнер байқауы болды. Мен 2-ші орын алғам. Сол кезде Жұбаныш Жексенұлы қазылар алқасында болды. Сіңілісі қанша жыл өткеннен кейін сол Жұбаныш мырзаның тобына ену мүмкін Қазақстан дауысы балалар жобасында. Басын жақсы бастап едің деп айтып отырмыз ғой. Сол динамикамен қатты дауысқа салмай, айғайламай ғана шынай өзіңнің іштегі сезіміңді шығарып тұрып айтқаныңда ғой, мен бірден басар едім. Бірақ та мына форсация дейміз ғой, көбісі осы біздің балалардың бір жалған ойлары, егерде дауысымды неғұрлым мықты қатты шығарсам, соғұрлым мен күштімін. Таң қалдырам деп ойлаймын. Иә. Сондай болдың ба? Өзгердің ба? Өзгердің деп ойлаймын. Қазір әдемі айтам. Енді бұл жерде мен Гүлназға емес, ұстаздарға, ата-аналарға айтқым келіп отырғаны, бұны балаға түсіндіріп беру керек. Жаңа ана бір баланы айтқан Рамина, ол да кәдімгідей соны шырқатып бір патриоттық әнді айтып тұрған сияқты болып. Оның ән деген ол көңілдің ажары дейді ғой. Сондықтан алдымен өз жүрегіңде жату керек ол ән. Бұл ән сенің жүрегіңде жоқ деп сезді мен. Сол үшін мен бұрылғам жоқпын. Меніңше жүрегінде барлығы бар, сезіп тұр. Өйткені мен тебіреніп кеттім сен бастаған кезде. Жайлау гүлді ешке алып бүйтіп батып кеткеніміз әңгімеге әсер ете алдың. Бірақ Толқын Қалиевна айтпақшы, артық жерлері болды да, кішкене асыра сілтеу жердің. Келсесіз бе? Әрине. Пікірімен. Басында қалай сезіп бастадың, солай әдейі жалғастырып, әдейі аяқтай қойғаныңда, бәріміз мына жерде керемет сезімге бөленер едік. Енді Гүлназ оны дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Өйткені Гүлназ үшін де үлкен бір сабақ, мектеп мына осы жобаның өзі де. Мен айта берейін ба? Маған тамаша ұнады. Маған өтте әдем өтті, басынан бастап төменгі қоңыр дауысың, кішкентай бір вибратоларың музыкальный болды өте. Өте тамаша болды, маған ұнады. Қазір күте тұрайын дедім, кішкене қобалжи тұрсын, айта тұрсын, мүмкін тағы бір қызықтар болатын шығар деп. Бірақ соңына дейін мен әйтеуір басатынды біліп оттым басынан бастаған кездері. Мен жалпы айтайын ба, қандай вокалдың фанатымын? Мен жалпы тембральный вокалдың фанатымын. Диапазонға қарамаймын. Маған осындай кішкентай болса да болды. Барлық ең әдемі тәтті жерлер сол бір жерде ғана болса болды. Бүкіл бір әдемі әндерді сол жерде айтып шығуға болады, және өтте андай құлаққа жағымды қылып бірден бүйтіп еріп кететіндей айтып шығуға болады да. Мен ойымша сен сондайсың. Мынау міне менің есімім. Мынау жол мынау жол. Бұл жеңімпаздардың аппаратына жол. Қанандай жол десеңіз, бұл бұнандай жол. Қай жолды таңдайтын енді Гүлназдың өзіне қалдырайық. Қалай болса да біз бәрі Гүлназдың қай шешіміне де дұрыс қараймыз және қолдаймыз. Сіздерге көп рахмет. Мен сіздердің барлығыңызды жақсы көремін. Барлығыңыздың дауысыңыз қатты ұнайды маған. Сіздерді қатты сыйлаймын. Әлемше, бәлкім. Мүмкін әлемді де таңдауы. Менің таңдауым Жұбаншаға. Жас таңдау болды. Жоға саған дәмізіз. Гүлназ, келе ғой. Жақындарының құшағына ене ғой.
Жаным. Жарайсың. Жарайсың Гүлназ. Құтты болсын. Кел, Гүлназ. Кел, орнына. Әке, қолда кел. Ай, жарайсың. Келе ғой. Толық ханымның айтқан пікірмен келсесің? Иә, келсем. Айқайлап жібердім деген. Пікірмен келсем. Келесі кезеңде бізді таңғалдырасың деген ойдамын, және сен жобадасың. Құттықтаймыз. Өткен маусымда тәлімгер болған қандай жақсы болды. Иә, тәжірибең бар, білемін. Балалардың арасында танымалдығым арта түскен сияқты мен негізін. Түскен сияқты емес, түсті мен байқаймын. Сен кәдімгі осы жобаның атасы ұқсап отырсыз ғой. Келесі де келмеймін, онда үшеуіңіз отырып өздеріңіз. Мені қызғанып отырсың.